Баршаңызға сәлем. Картопты жинап сақтауға жіберген кезде оларды сұрыптау артық болмайды. Жасыл жақтары бар картоп дереу компостқа немесе қоқысқа жіберіледі. Әрбір бақша иесі алынған мұндай сыйлықтардың адамдарға зиян тигізетінін біледі. Сонымен қатар, көптеген адамдар өсінділері бар картопта қауіп төндіреді деп санайды. Бұл шынымен солай ма? Бұл сұраққа толық жауап беру үшін олардың неге пайда болатындығын түсіну керек. Шындығында картоптағы өсінділер негізінен жылы және ылғалды ортада өседі. Мұндай жағдайда өсімдік көктем келді деп, оны одан әрі өсіру керек деп ойлай бастайды. Сонымен қатар, егер картоп жарық жерде болса, өсу процесі айтарлықтай жылдамдайды. Жоғарыда сипатталғанның бәрі табиғи факторлардың әсерінен болады. Мәселе мынада, бұл жағдайда картоп өсінділері жерден қосымша қоректік зат ала алмайды. Оның орнына картоптың өзіндегі заттарды алады. Нәтижесінде картоптағы қоректік заттар мен дәрумендердің қоры сарқылады. Оның үстіне теріс үрдістер басталады. Осылардың біріне соланин заты түзілетін реакцияны санауға болады. Аз мөлшерде болса да соланин адам ағзасының улануын тудыруы мүмкін. Егер ол асқазанға көп мөлшерде түссе, бұл зат басқалармен қатар құсу және спазм тудырады. Бұл сіздің дене қызуыңызды көтеріп, бас ауруы тудыруы мүмкін. Картопта соланиннің түзілу үрдісі өсінділермен тығыз байланысты. Жасыл және немесе өсіп шыққан картоп ағзаға шынымен қауіп төндіреді. Демек, ас дайындау кезінде мұндай картоптан бас тарту керек. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.